1983 жылы туылған сотталушы Самалбеков Талғат Маратұлы, 2000 жылы туылған 18 жасар Наурызбаева Күнсұлу Данияр қызын өлтірді деп. Оны 2018 жыл 28 мамыр күні Зеленая 9 көшесінде соңғы автобусқа кешігіп қалып, белгіленген мекен-жайға жеткізудің орнына айдалаға апарып, нәтижесінде қатыгездікпен өлтірген. Таң ата қойма территориясынан табылған, қатты ұрып соғылған күйде табылған. Құрбанның заттары ұрланбаған, сөмкесі әшекейлері өзімен бірге болған. Іс-әрекеті Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 120 бабы 2 бөлімінің 2 тармағы 99 бапты айтарым сол, құрметті сот. Құрметті сот. Айғақтар мен сарапшыларының қорытындысына қоса, сотталушы. Оның айтуынша, сотталушының қолында қылмыс құралы ажыратқыш сомының кілті болған. Құрметті сот, мен бір нәрсені анықтап алғым келіп тұр. Сотталушы бұған дейін Қазақстан Республикасының қылмыстық бөлімі 2 тармағы бойынша сотталған рецидив. Сотталушының ауылда қалай тұрғандығы жөнінде айтып беріңізші. Сотталушы өзінің алғашқы жазалау мерзімін қашан алып еді? Бар, бұл біріншіден. Алып қой, бір мотоциклге таласып. Рахмет, құрметті сот. Сіздердің мектептеріңіздің оқушысы Оспанова Баянға қастандық жасалған күндегі оқиғаны баяндап берсеңіз. Жоғарғы сынып қыздарының жанына барып, ұялы телефон сұраған. Ол кезде Оспанова Баян ес-түссіз жатқан. Қызға 2 ота жасалды. Баян Оспанованың ата-анасы қыздарына жасалған шабуыл туралы полицияға арыз түсіреді, бірақ кейіннен қайтарып алады. Құрметті сот, денсаулығына байланысты келесі куә Асқаров Хамза Думанұлы келе алмағандықтан тікелей байланыс орнатуға рұқсат етің. Баян Оспанованы соққыға жығу ісі бойынша білетініңізді айтып берсең. Жөндеу жұмыстары нақты қай кезде басталғанын айта аласыз ба? Ал сіз сендіңіз ба? Қамқоршы болған нағашысының үйінде тұрған. Іс материалы бойынша Самалбеков Талғат Маратұлы жұмыстан бос уақытында қызметтік көлігін өзінікі деп айтып, такси болып жүрген. Сәкеева Алтынайдың денесін қандай жағдайда тапқаныңызды айтыңызшы. Құрметті сот, рұқсат етсеңіз. Оған хабарласып табуға тырыстыңыз ба?